Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін сіздермен мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы домбыра кафедрасының оқытушысы Әсел Алина. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі мен консерватория бірлесе отырып атқарып жатқан онлайнда бұл жобасының кезекті айдарын ұлы күйші Дина Нұрпейісованың шығармашылығына арнамақпыз. Жалпы Дина Нұрпейісова деген кезде бірден көз алдымызға басына кимешек киген, иықты, қоң денелі, салалы саусақты домбырасын ұстаған әйел образы, күй анасының образы көз алдымызға келері анық. Бүгінгі айдарда берілетін барлық ақпараттарды академик Ахмет Жұбановтың еңбектеріне сүйене отырып алдым десем болады. Дина Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Бекетай құмында дүниеге келген. Әкесі кенже шаруа адамы болғанымен, Аламан бәйгеге ат баптаған, белдесіп күреске шыққан, сондай әлеуметті адам болған екен. Анасы Жамиха мейірімді, Динаны басқа балаларынан бір төбе қойып ерекше жақсы көрген. Ата-анасы қаршадай ғана қыздың домбыраға деген құштарлығын, өнерге деген сүйіспеншілігін көріп, баласының бетін қайтармаған, керісінше қолдап әрдайым қорғап жүрген. Дина жастайынан ақ ауыл арасында домбырашы қыз деген атпен кең танылып кетеді. Сондай бір жақсы хабарды естіген күй атасы Құрманғазы Динаның күйін тыңдауға арнайы кенженің ауылына ат басын бұрады. Қаршадай ғана қыздың, ол кезде небәрі Дина 9 жаста болар, қаршадай ғана қыздың қағылездігін көріп, өнерге деген сүйіспеншілігін көрген ұстаз күй өнеріне, қазақтың дәстүрлі өнеріне тағы да бір осындай керемет майталман келгенін сезеді. Сол кезден бастап Құрманғазы Динаның әкесінен рұқсат алып, өзімен бірге Динаны жиын тойларға алып жүреді. Дина сонымен қатар Құрманғазы ұстазынан көптеген күйлерді құлақ әдісімен үйреніп, бір ойнағаннан қағып алған сондай талантымен тәнті қылады. Сонымен бірге Дина Байжұма, Баламайсан, Соқырешан сынды көптеген күйшілердің өнеріне тәнті болып, өзіне көп нәрсе түйеді. Ахмет Жұбановтың еңбегінде айтады, бұл кез Динаның өміріндегі баға жетпес, сондай ғажайып кезең болатын Динаның өз аузынан жазып алған екен. Бой жетіп 19 жасқа толған Динаны әкесі кенже Беріштің Бесқасқа руынан шыққан Нұрпейістің ұлы Нұралыға ұзатады. Нұралы Динаның керемет күйшілігіне тәнті болып, әрқашан үлкен құрметпен қараған. Өмірдің талай тауқыметін тартса да, Дина ешқашанда домбырасын қолынан тастамаған. Сондай бір кезеңде Дина ұзатылған, өзімен бірге ұзатылып келген жаңағы Қарағасқа ат деген әкесінің берген сыйына үлкен құрметпен қараған. Күндердің күнде кенже дүние салған кезде Дина байқағаны көп ұзамай Қарағасқа атта өліп қалған. Сол кезде қарап отырсақ, Динаның
сол аттың шабысына, керемет образына, ол қара қасқа ат аламан бәйгеден жүлде алған керемет образына арнайы қара қасқа ат деп күй шығарған екен. Сол кезеңге тоқталсақ, Дина Нұрпейісованың Құрманғазы ұстазынан кеңес алып, жаңағы жөн сілтеп, Динаға енді өзің де күй шығар деген лебізін қабыл алып, алғаш рет 16 жыл набор деп аталады. Қара халықтың қанаушыларына қарсы тап берген бір үлкен көтерілістің кезінде шыққан күй набор деп аталған. Қазір ол барлық оркестрларда, халық арасында көпшілікке танымал 16 жыл деп аталады. Тағы да сол сияқты Дина Нұрпейісованың шығарған күйі ол байжұма жанрында болатын. Әрине байжұма жанры ол Дәулеткерейде бар, басқа күйшілерде де бар. Енді басқа күйшілердің байжұмасымен салыстырғанда Динаның байжұмасы екпінді, сондай формасы да өзгеше, динамикасы да өзгеше, осындай темпераментпен жүреді. Ендігі кезекті осы Динаның байжұмасына берейік.
Жалпы енді осы жерде Динаның орындаушылық ерекшелігіне тоқтала кетуді жөн көріп отырмын. Жалпы Дина Шешейдің орындау ерекшелігі мына күйлері формасы өте күрделі, үлкен шеберлікті талап етеді. Менмін деген домбырашылар ғана меңгере алады деп ойлаймын. Себебі Құрманғазының төл шәкірті бола тұра Дина өзінің мектебін қалыптастыра білген кемеңгер күйші. Динаның оң жақ қолына келер болсақ, оң жақ қолы әрқашанда ойнап тұрады. Кейбір барлық 5 саусағымен төгіп салып тастайтын қағыстары да бар. Көбінесе мынау ғасырлар пернесінде айтқандай, сахнада отырып қол сермеген кезде тіпті қолы сахнаға сыймай кететіндей көрінетін деп сонда бейнелеп жазған Дина Шешейдің қағысын. Оң жақ қолы шетке тиместен жаңағы ойнап түрлі құбылыстарды көрсетеді. Сондай шапшаң қағыстары да бар. Келе жатқан ойды бірден жымқырып жаңағыдай жыпырып бір бағыт алып кететін жерлері бар. Ондай кезде әрине қағыс түрленіп отырады. Енді сол қолына келер болсақ, Дина Шешей өзінің саусақтары өте салалы, икемді, сондай керемет сұлу болған, жіңішке болған деп кітапта жазылған. Сондай саусағына алған аппликатурасына қарап саусағының қандай болғанын белгілі деп ойлаймын. Мысалы, Дина Шешей өзінің күйлерінде мынандай аппликатураларды көрсетеді. Осындай жерлерде байқаймыз жаңағы унисон дыбыстарды, целый октава дыбыстарды еркін алып, еркін меңгерген сондай ерекшелігі бар. Сосын кейбір күйлерінде кездеседі, мысалы 3-4 нотаны жаңағыдай бірден қағыссыз, оң қолды тигізбей жаңағы бірден қағыссыз деген сияқты өте шебер меңгерген ондай әдіс амалдарды. Жалпы Дина Шешей өз алдына бір төбе енді қандай күйі болмасын, нағыз бір толық симфонияға тұрарлық деп айта аламыз. Себебі мысалы Құрманғазы оркестріне Ахмет Жұбанов осы Дина Шешейдің көптеген күйлерін түсірген, оркестрдің орындауында бүгінгі күнге дейін тыңдап жүрген жаңағы Тойбастар, партия туралы күй бар. Науқысқа ойнап жүрміз кейіннен. Сонымен қатар 8 март, әрине ол 16 жыл. Осындай тағы басқа күйлері оркестрге түсірілген. Бірақ көптеген күйлері енді Динаның рубата темпо дейміз ғой, еркін ойналатындықтан, өлшем бірлігінің қиындығынан, жаңағы кейбір темптің аяқ асты үдеп кететініне байланысты сондай кездерде ол көп оркестрге бағына бермейді. Сондықтан Динаның санаулы күйлері оркестрге түсірілген деп айтамыз. Сұрақ келіп жатқан жоқ па? Сұрақ келіп жатқан жоқ па маған ешқандай? Көрермендер тарапынан, Сұлтан? Жоқ. Хорошо. Онда жалғастыра берейін дальше. Дина өз өмірінің жыршысы деп айтқандай, тағдырының әрбір кезеңіне күй арнаған, әрбір кезеңін күймен өрнектеген тұлға. Сондай бір айтулы кезең 22 жылы алапат жоқшылыққа ұшырап, жаңағы халық аштыққа ұшыраған кезең болатын. Сол кезде құмаршық жинап, Дина Шешей өз балаларын аман-есен алып қалады жұттан. Сол кезде де қиын сәттерде де Динаның қолынан домбырасы ешқашан түспеген. Сондай бір керемет іштей жігер беріп өзіне мынау
айтар болсақ, адамның бұл Динаның жігерін тыңдаған кезде басқа да жігерлеріне салыстырғанда бір жасықтық байқалмайды. Керісінше бұл күйдің ішінде сондай екпінді, жігерлі, бір тегеурінді қайратты ести аламыз. Бұл күйдің ішінде жаңағы адамның қарқын, құлшынысын, жаңағы батылдыққа, ерлікке, өзінің сондай бір ішкі темпераменті өте жақсы бейнеленген. Бұл күйде, әрине бұл күйдің ішінде ырғақ, қағыстар ерекше орындалып отырады. Жаңа бір Динаның ерекшелігі дегеніміз, Дина әрқашанда, мысалы, сағаға түскен кезде, тақырыпты қайталаған кезде ешқашан бірдей қылып қайталамаған. Ол кісі енді ұлы импровизатор болғандықтан, әр ойнаған күйі әрдайым өзгеше ойнаған. Сол бір Динаның көркем күйі, үлкен қажырлықты талап ететін күйі бұл жігер. Жігерді тыңдап көрейік.
жігер күйеу осындай. Енді алғаш рет Динаның тағдыры бір үлкен өзгеріс болады өмірінде, Динаның тағдырында. Сол бір жайт 1937 жылы Ахмет Жұбановтың тапсырмасымен Смағұл Көшекбаев алғаш рет Динаны Алматыға алып келеді. Алматыға келіп, осындай Астананың өмірін көріп, жан-жағындағы адамдардың, кішкентай бүлдіршіндердің білім алып жатқан, көз ашық, көкірегі ояу екенін көріп, өзінің Қоңыр деген немересін есіне алып, жаңағы көңілі босап, сондай әсем Қоңыр деген күй шығарған. Бұл әсем Қоңыр да қазір оркестрдің орындауында барлық аспаптық оркестрлер орындайды. Бұл күйдің ішінде сондай әсем сазды төгілген бір ананың мейірімі, ананың үлкен жүрегі сезіледі. Сондай сәттердің бірінде сол 39 жылдары Дина алғаш рет Мәскеуде, Москваға барып, бүкіл одақтық съезінде, Қазақстанның 10 күндігінде барып өнер көрсетеді. Енді Мәскеудің халқы өте үлкен қошеметпен қарсы алады. Сахнадан жібермей Динаға бірнеше күй тартқызады. Сол кезде Дина шешей өзінің өз аузынан естіген мағлұматтары бойынша кітапта берілген деректер ғой, енді сол кезде айтады екен. Сондай Дина шешей өзінің сол іс-сапарға үлкен салтанатпен, сән салтанатымен дайындалғаны жөнінде зергерлеп жасаған шапаны бар, тіпті домбырасының қабына дейін сырлатып, арнайы ешкі сойдырып, ешкінің шегін еріп, қамданып шығады. Сол сәтте жұрттар Дина шешейге айтады, о жақта кергут тағады домбыраға, несіне оның шегін еріп жатсы деген сияқты. Сонда да Дина шешей сайланып барғаны ғой. Сол жаққа барып алғаш рет домбырасына кергут тағып ойнаған кезде айтады екен, мынау шек біразға шыдайды екен, енді мен біраз күй тыңдасаңдар да дес бермеймін деп. Сондай жағдай, енді тағы да бір айта кететін жайт, 40 жылдары Дина Нұрпейісова Қазақстанның 20 жылдығына арнап Тойбастар күйін арнайды. Негізі бұл күй тағы бір аты бар, Сталинге арнау деген. Енді бүгінгі күнде халыққа кең таралып танымал болған Тойбастар күйі. Дина шешейдің бір өмірінде керемет образ, есте қаларлық жағдайы, ол Жамбыл Жабаевпен кездесуі. Атақты жыр алыбы Жамбыл Жабаев Дина Нұрпейісованың күйін, Дина шешейдің өнерін өте жоғары бағалаған, сондай зор құрметпен, әрқашан зор құрмет көрсеткен, арнайы көлік жіберіп, Динаны үйіне алдырып, екеуі әңгіме дүкен құрып, сондай сырласып, өнерімен, өнегесімен бөліскен. Сол бір 40 жылдары сұрапыл соғыстың, отан соғыстың басталған кезі болу керек. Дина шешей және Жамбыл Жабаев ұлдарын майданға аттандырады. Сол кезде енді Жамбыл Жабаев өзінің ұрандаған жырыменен халыққа дем берсе, Дина Нұрпейісова «Ана бұйрығы» атты күйін шығарады. Бұл «Ана бұйрығы» күйіне келер болсақ, әрқашанда 80 жастағы Дина болса да мойымайтын, жігері тасыған, классикалық Бетховен композиторымен теңдей салыстырған күй алыбы, өзінің өршіл мінезін, халыққа деген, жауынгерлерге деген ұранын, сұрапыл соғыста жауға қарсы өшпенділік сезімін өршітетін, патриоттық рухтағы
күйі бұл жаңағы ана бұйрығы. Бұл күйдің ішінде бір асқақ сезім, сазды, үнді, жігерлі, жақсы сезінеміз. Дина шешей өзінің күйінде тек қана жаңағыдай динамикалық характерде жүретін дыбыстармен қоймай, осы күйдің ішінде біздер ананың жүрегін, ананың мейірімін де естиміз. Бұл ананың халқына деген, елдің баласына деген ұраны деп әрқашанда қабылдаймыз. Әрине, Дина шешей бұл соғыста өзінің ұлынан айырылады. Сол кезде тебіреніп шығарған күйі ана бұйрығы. Дина шешей 1945 жылы Ұлы Отан соғысының жеңісіне арнап жеңіс деген күй шығарған еді. Және осы сұрапыл соғыстың уақытында да 44 жылдары Дина Нұрпейісованың өмірінде үлкен бір орын алған жайт бар. Ол Ташкентте өткен Орта Азия мемлекеттерінің жаңа Қазақстанның 10 күндігінде көрсеткен өнері. Бұл кезде Дина шешей басқа да өзге де ұлттардың аспаптық музыкасымен танысады. Өзбек,
татар, орыс халқының әуендерімен танысады. Сол уақытта шыққан күйлері жаңағы Наурызқы деп айтамыз, Көгентүп деген күйі, ол жаңағы Жамбылдың келіні қозыны көгендеп жатқан жерінде қарап шығарған күй болатын. Жалпы Дина Шейдің өмірі сондай қиын кезеңге толы болса да, Дина Нұрпейісова ешқашан мойымаған. Жалпы әйел адамның, әйел бейнесінің образын керемет, сонда керемет беретін күйлері осыдан ақ белгілі, тегеурінді, сондай жігерлі күйлеріне қарап. Әрине, өмірінің соңына дейін қолынан ешқашан домбырасын тастамаған. 85 жасында өзінің мерейтойында Қазақстан искусствосына еңбегі сіңген қайраткер деген атақ алып, соңында 1944 жылы Құрманғазы оркестрінің 10 жылдығында халық әртісі деген атаққа ие болады. Еңбек қызыл ту орденімен 2 мәрте марапатталған. Енді жасы ұлғайған кезде Дина келсе де барлық өнерін толықтай біздерге жеткізе алды деп ойлаймыз. Әрине, жетпеген дүниелер де көп. Бүгінгі күнде Дина туралы жазылып жатқан үлкен ғылыми жұмыстар да көп. Дина Шейдің Дина Шей өзі 94 жасында дүние салады. Сол кезде Ахмет Жұбанов қасында болған деседі. Ахмет Жұбанов та әрқашанда сөмкесін арқалап әулие келе жатыр деп айтады екен. Жаңағы оркестрге түсірген күйлерін тыңдап, жаңағы шайтан бала деп ат қойған екен. Әрине, Дина Шей өзінің өмірін, ұзақ өмірін, 94 жасқа дейінгі өмірін барынша халқына арнады, күйге арнады. Қандай жағдай болмасын, басына түскен барлық қиыншылықтардың бәріне мойымай, сондай қайрат жігерімен күй шығарып, бүгінгі күнде біздерге де осындай рух беріп отырған жайы бар. Бүгінгі күнде Дина Нұрпейісованың соңынан ерген шәкірттері аз емес. Қыздар қауымының ішінде көптеген, жалпы қазақтың дәстүрлі өнерінде менмін деген күйшілермен сайысқа түскен қыздар жетерлік. Енді бүгінгі заманда Бақыт Қарабалинаны айтып өтеміз. Ол кісі Дина туралы түсірген фильмда Динаның рөлін сомдаған. Жалпы мынау Ана бұйрығы деген күй сол Бақыт Қарабалинаның домбырасынан ешқашан түспеген деп естіп жатамыз. Ұстазым Карима Сүндетқызының айтуы бойынша. Және бүгінгі күнде Карима апайдың Атырау әнкей мұхитынан көрдім. Сауыншы, Қазақстанға 30 жыл, Мереке, Жаңа Бозшолақ күйлерін кітабына енгізген, бүгінге жеткізген. Жалпы мынау Динаның күйлерін алғаш рет нотаға түсіріп, жинақ қылып шығарған, күй табағын жазған Қашыға Ахмедияров болатын. Одан кейінгі өз басым колледжде оқып жүрген кезде кассетасын, күй ана деген кассетасын тыңдап жүретінбіз. Ол Айгүл Нариманқызы Үлкенбаева. Айгүл Нариманқызы осы бертінде ғана түсірілген Жамбыл Жабаевтың Динамен кездесу эпизодында жаңағы Динаның рөлін сомдаған. Бүгінгі күнде енді қыз-келіншектердің сайысы бар, бұлбұл домбыра деген. Алғаш рет ол Атырауда басталған бұл сайыстың, бұл жобаның басы. Одан жалғасын тауып, қазір Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласында жыл сайын өткізіліп тұрады. Бұл сайыстарда алғаш рет жаңағы лауреат болғандар қыздардың
аты жөндерін енді қысқаша атап өтейін, енді бәрін білмесем де. Бұл жаңағы Сания Ерғалиева. Ол кезде мектеп қабырғасында оқып жүрсе де шеберлігімен танылып көзге түсіп жүрген Салтанат Құдайбергенова, жаңағы Қанат Қалиева, Айнагүл дейді. Одан Динара Нұрбаева, жаңағы Атыраудағы Шарипа деген апайымыз қазір бірнеше жыл концерт болып. Енді әрине Роза Айдарбаеваны айтпай кету мүмкін емес. Соңғы лауреаттардың қатары Сабира Бибатырова, осындай сынды мықты күйші қыздарымыз баршылық. Айнура Сакупова бар. Кейінгі кездері Назерке Базарбаева танылып жүр қазір шебер орындаушылығымен. 2017 жылы Дина Нұрпейісованың «Бұлбұл домбыра» деген сайысында бұл бас жүлде маған да бұйырыпты. Ендігі бүгінгі таңда Динаның, бұл айтпағым енді, Динаның артынан ерген шәкірттері баршылық. Әлі де Дина туралы жазылады, әлі де зерттеледі деген ойдамыз. Осы соңғы кездері докторлық диссертациясын жазып жүрген Айтолқын Тоқтағанова Дина туралы үлкен материалдар беріп жүрген. Және осындай талантты қыздарды айтып өтейік. Енді аты аталмай қалған қыздар болса сөкпесін. Қазір есіме түспей жатқан да бар. Дәл осындай сәтте. Енді бүгінгі эфирді қорытындылайтын болсақ, Дина Шейдің «Бұлбұл» күйімен жапқалы отырмын. Себебі Дина Нұрпейісова өз өмірінде талай жайттардың куәсі болған. Сондай бір керемет халыққа әнші болып, өнерпаз болып таралған Балым атты қыздың тағдырын осы «Бұлбұл» күйінде суреттейді. Өзінің қалауынсыз жаңағы байдың қалың малына сатылған Балым атты қыз өзінің бақытсыз тағдырын, мұңын шағады. Бұл күйдің жалпы тарихына үңілсек. Балым атты қыз тағдырының қиындығы соншалықты, жаңағы күйеуі торға қамалған бұлбұлдай қып, домбыраны қолына алмайтындай етіп, сондай жағдайға жеткізеді. Сол кезде екі жанарынан, көз жанарынан айырылып, сондай бір үлкен ауыр кезеңді, ауыр тағдырын әнге қосып, ел арасында Соқыр қыз деген әнші болып танылады. Сондай бір үлкен жиындарда Дина шешей Соқыр қыздың дауысын естіп, бұл баяғы балым ғой деп қасына барып жұбату айтып, және сөзбен ғана емес, күйімен осы сәттерді баяндаған екен. Енді Динаның күйі «Бұлбұл».
енді мына ел басына туып жатқан осындай сәтте осындай жігерлі күйлерменен іштей шыдамдылығымызды, төзімділігімізді, жігерімізді арттыра берейік. Бір Алаштың туына жиналған жұртпыз ғой. Бірлігіміз әрқашан жарасқан ел болайық. Тыныштық болсын елімізде, амандық болсын. Осындай керемет тұлғалы, Динадай тұлғалы, елі бар, күйі бар, осындай адамы бар, өнері бар халық ешқашанда мойымайды, ешқашанда берілмейді. Біздер де Дина шешейдей тек жеңіске өзімізді дайындап қойдық. Енді осындай қуанышты сәттер болсын арамызда. Алдағы уақытта қуанышты сәттерде кездесейік. Амандықта сіздермен.